Аллаға берген, адамға берген уәдені бірме-бір орындау арқылы өмірде өте мықты, керемет нәтижелерге, жақсылықтарға қол жеткізуге болады. Сіз ойламағандай, сіз ойлағаннан 10 есе, 100 есе нәтижеге қол жеткізе аласыз. Өміріңізді 180 градусқа өзгерте аласыз. Қазір мен сізге осындай бір керемет оқиғамен бөліскелі отырмын. Бұл керемет мотивационный, пайдалы эфир болады. Менің YouTube каналыма қош келдіңіз. Менің YouTube каналыма жазылып алуды ұмытпаңыз. Жазылып алсаңыз, менің апта сайын шығып отырған видеоларымды ең бірінші болып көруге мүмкіндік аласыз. Ендеше ары қарай тақырыбымызды жалғастырайық. Жалпы мен Дубайға көшіп барған кезінде өзіңіз білетін шығарсыз, ешқандай таныссыз, дипломым жоқ болып, тілді дұрыс білмей ағылшын тілін, не тұратын үйім жоқ болып, просто так мақсатымды, арманымды арқалап барған қызбын Дубайға. Солайынан қалып кеттім Дубайда, өмір сүріп, дәл қазіргі таңда үйім бар, тұрып жатырмын тұрақты тұрғыны ретінде, жұмыс таба алмаймын ба деп басында уайым болды менде. Мен бірінші күні Дубайда жұмыс тауып кеткен жоқпын, бірақ барғаннан кейін бір аптаның ішінде жұмыс тауып алдым. Сол жұмыс таба алмай, енді алғашқы күндері Аллаға тәуекел етіп, Аллаға уәдемді бердім. Аллахым, жаным деп қоям Аллахымды. Аллахым, жаным, сол мен осы Дубайда жұмыс тауып кетсен, білесің ғой, енді сенімді түрде негізі ешқандай психологты, мотиваторды, бір тұлғаны сырласыңызға айналдырғаннан көрі ең мықты сырлас ол Аллах екен. Аллахпен сырласуға үнемі тырысыңыз. Алламен сырласып отырмын түнде ұйықтар алдында. Өтінем, көмектеші маған, Аллахым, жаным сол, тек қана мен саған сенемін. Мен Дубайға тәуекел жасап келдім, мен Қазақстанға қайтқым келмейді, осында өмір сүргім келеді. Кез келген жұмыс тауып берші маған. Себебі енді шетелге барсаңыз, бір ай ғана жүруге рұқсат, бір айдың ішінде жұмыс табу керексіз, болмаса еліңізге қайту керексіз деген сияқты. Сонымен Аллаға мынандай уәдем бердім. Егер мен бір аптаның ішінде жұмыс тапсам, Аллахым саған уәде берем. Ең алғашқы бір айда тапқан бүкіл табысымды садақаға аударам. Жақсылыққа жіберемін деп. Сосын сенесіз ба? Бір аптаның ішінде ешқандай таныссыз көшеде, кафенеде случайно танысып қалған адам арқылы жұмысқа тұрып кеттім. Сол компанияда жұмыс жасап жатырмын, барлығы керемет. Ол компанияға жұмыс жасағанда менде былайынан келіскенмін Дубайда 4200 дирхам. 2018-19 жылдар енді жаңадан дипломсыз, тілсіз, тілді онша білмейтін адам үшін ол керемет зарплата деп ойлаймын, ол $1000. Плюс еще сенің тұратын жеріңе 2000 дирхам төлейді, бірақ қолыңа 4200 дирхам аласың, $1000. Сонымен мен бір күні жұмыста отырмын. Сол күні ровно бір ай болды. Менің счетыма айлығым түседі, 4200 дирхам. Артынша 10-15 минуттан кейін өзімнің сестрам жазады. Акош, қалайсың? Мен сені бір жақсылыққа себепкер қылғым келіп тұр. Африкада мұсылман бауырларымызға құдық соғылып жатыр екен. Егер сен жақсылық жасаған келсе, осы құдықты тұрғызуға ақша жіберсең болады деп жазып жіберіпті. Уже хочешь, не хочешь, шешім қабылдатып тұрды маған сестрам. Бірақ мына жақтан өзім ойланып жатыр. Мен Дубайға жаңадан келдім, маған продукт алу керек, маған киім алу керек жұмысқа, маған ақша керек. Бұл жақта барлығы қымбат деген сияқты сынақ болып жатырмын. Жүрегім қатты тарсылдап, прям қып-қызыл болып, кәдімгідей денем дірілдеп кетті. Не болса да тәуекел дедім де, мен алдымда жаңағы түскен айлықты шешіп алдым. Ол таза $1000 болды. Соны алып Африкада құдық тұрғызуға мен аударып жібердім. Ол ақшаны жібердім. Сосын ол құдық бір ай өтеді, тұрғызылмайды. Отчет келмейді. Негізі фотоотчет келу керек. Сен ақша жібергеннен кейін 2 ай өтеді, келмейді. 3 ай өтеді, келмейді. Сестрам анда-санда ұрсып қоямын мен. Вот, сен осындай нәрсеге жібер дейсің, бізді алдады, көрдің ба, кәні бір айдың ішінде отчет келеді дегенің деп. 3 айдан асып кеткен. Мен өзі Қазақстанға қыдырып келдім Дубайдан тағыдан.
сөйтіп бір күні мен вообще ол нәрсені ұмыта салдым. Болды, мен Аллахтың жолында бердім. Ең бірінші менің ниетім таза болды. Оны дальше адамдар қалай жұмсаса да өзі біледі, иә. Бірақ мен жақсы ниетте бердім деген сияқты. Сөйтіп жіберген күні маған отчет келіп тұр. Құдық соғылып бастапты. И сол күні маған жаңағы себепкер болған адамнан SMS келіп тұр WhatsApp-ына. Құдық тұрғызылды. Енді құдықтың атын жазу керек дейді. Не деп жазам деп ойладым да, әке-шешеме әрқашан Құран бағышталсын деп, себебі Африкада ешқандай адам просто так шелекпен су ала салмайды екен. Әр су алған сайын сол жаққа құлшылық етіп, намаздарын оқып болып барып, Аллаға шүкіршіліктерін айтып су алады. Себебі ол жақта таза су ішу бір өте құнды нәрсе да, су ішудің өзі ол жақта. Сонымен құдықтың атын Қазақстан, Түлкібас, әке-шешемнің туған жерін жаздырттым. Және де өзімнің анамның, әкемнің атын жаздыртып қойдым. Каждый раз адамдар су ішкен сайын анам мен әкеме Құран бағыштап, сол суды ішсін деп, бір өзім тек көңілім сондай марқайып қалды, әке-шешеңіз тірі болған кезінде әке-шешеге тірі кезінде жақсылық жасау керек, енді мен секілді қайтыс болып кеткен болса, әке-шешеңіз тек қана дұға, осындай жақсылықтар жасау. Қатты қуандым. Артынша негіз айтады ғой, себепсізден себепсіз жақсылық жасасаң, саған да біреу себепсіз жақсылық жасайды дейді. Менің құрбым өте бай отбасына тұрмысқа шыққан, өзі де жақсы жерде дүниеге келген қыз. Мен Қазақстанға келгенде ол уже тұрмыста, күйеуімен құрбыммен қонаққа шақырды. Сосын айтады, біз сені уайымдаймыз иногда. Сенің әлі Қазақстанда үйің жоқ, сенің үй алғаныңды қалаймыз. Давай біз саған өзіміздің бір үйімізді қазір сыйлаймыз. Сенің қолыңда қазір қанша ақша бар, сол ақшаны бер, сенің атыңа толықтай аударамыз. Сен ешқашан асықтырмаймыз. Ол ақшаны берсең де, бермесең де, көңіліміз баяғыдай деп, маған өздерінің Шымкентте Нұрсат деген жақсы мықты районынан үйлерін сыйлады. Көріп тұрсыз ба? То есть, жақсылықтың артынан жақсылықта әрқашан уәде. Мен сол кезде қатты таң қалдым да, қандай Алламен сырлассаң, берген уәдеңде тұрсаң, қандай түрлі керемет нығметтер саған келеді деп. Бұл жердегі айтқым келген нәрсе, әрқашан адамға және Аллаға берген уәдеңізде тұруға тырысыңыз. Сізге қандай қиын болса да, соңғы тиыныңыз болса да, иногда бере салыңыз өзге адамға, қажет болып тұрса. И екінші нәрсе, сіз танымайтын адамға да қараңыз, өзге адам маған жақсылық жасап, жұмысқа кіргізді, сол жұмысқа кіруімнің арқасында мен барып вообще өзге мемлекетке ақша жібердім. Ол мемлекеттен кейінгі жақсылығым орындалғаннан кейін маған мүлде орта жолда университетте жолыққан құрбым мен құрбымның күйеуі маған үй сыйлап тұр деген сияқты. Өмір өте керемет. Сене білсеңіз өмір ғажап, бірақ өмір ғажап деп отыра бермеу керек. Ол нәрсе өзіңіздің ұстанымыңызға, өзіңіздің әрекетіңізге, өзіңіздің адамдармен қалай араласуыңызға да байланысты. Сондықтан да әрқашан дамыңыз, өсіңіз, білім алыңыз. Дәл қазіргі таңда мен осы күнге, осы дәрежеге жетіп отырғанымның себебі әрқашан білім алу, 24/7 почти что жұмыс жасау, еңбектену, соның арқасында результат келіп отыр. Жақсылықтар жасауға асығайық, әрқашанда Аллаға, өзімізге сенейік. Енді ары қарай мен сізге алдағы уақытта қандай тақырыпта видеолар шығарайын, төменге жаза кетіңіз. Және де міндетті түрде осы каналды достарыңызбен бөлісуді, өзіңіздің Instagram парақшаңызда, сториста бөлісуді ұмытпаңыз. Мен үшін ол өте бағалы. Мен сізден кері байланыс міндетті түрде күтемін. Ендеше сізге сәттілік.